Қарағандыда мемлекеттік қызметкерлер 086 медициналық анықтамасын ақшаға жасатып, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментіне жұмысқа тұрмақшы болған. Бұл туралы мекеме басшылығы айтты. Тексеру комиссиясы жұмысқа тұру үшін жасанды анықтама тапсырған кандидаттарды брифингке шақырған. Выявили 3 документа. 3 жасандық құжат анықталды. Бұл 086 анықтамасы. Біз жемқорлыққа қарсы күресетін органбыз. Мемлекеттік мекемелердің қызметін қадағалаймыз. Сөйте тұра сіздер бізге жұмысқа тұру үшін әлден-ақ заңды бұздыңыздар. Олар медициналық анықтаманы қаладағы 2-ші және 4-ші емханадан алған. Дәрігерлердің қолы да мөрде бар. Бұл таңбалар азаматтардың психоневрологиялық, наркологиялық саулығы мен туберкулезбен ауырмайтынын растайды. Алайда құжаттың жалған екенін денсаулық сақтау басқармасының өзі растаған. Ал кандидаттар болса, ол анықтамаларды дәрігерлердің тексерісінен өткен соң ғана алғандарын айтып отыр. Енді бұл істер тергеу орындарына тапсырылмақ. Қазіргі таңда бұдан басқа тағы 4 оқиға бойынша сотқа дейінгі тексеру амалдары жүріп жатыр. Сондай-ақ медициналық құжатты 2500 теңгеге сатып жүрген азамат 2 ай бұрын ұсталған болатын.